Әдебиеттік оқу 2-ші сыныптың 97-ші сабағы. Тақырыбы уақытта саяхат жасаймыз. Мәтіндегі негізгі ойды анықтау, мәтіннің мазмұнына сүйеніп, кейіпкердің сөзін болжау. Кестеде берілген күн, жыл, апта атауларын ретімен жаз. Мұғалімнің көмегіне жүгінген. Ертең, бүгін, бүрсігүні, кеше. Яғни дұрысы. Кеше, бүгін, ертең, бүрсігүні. Келесі жылы, биыл, былтыр. Былтыр, биыл, келесі жылы. Дүйсенбі, жексенбі, сейсенбі, бейсенбі, сенбі, жұма, сәрсенбі. Кәне балалар өздерің аптаның күндерін рет-ретімен айтып шығыңдар. Келесі мәтін. Түсініп оқы. Ертеңгі қалдыруға бола ма? Қалима апай жұмыстан келгенде қызы ойыншықтармен ойнап отырған. Анасы күндегі әдетінше киімдерін ауыстырды. Бірден үй жұмысына кірісіп кетті. Қадиша, гүлдерге су құймайсың ба деп сұрады. Апа, гүлдерге суды ертең құямын ғой. Анасы енді терезенің шамын сүрте бастады. Қадиша, ойнаған қуыршақтарını неге орнына қоймадың? Деді қызына. Апа, қуыршақтарını ертең жинармын, жарай ма? Қалима апай кір жууға ыңғайланып. Қадиша, дүкенге барып сабын әкеле қойшы. Енді біз балалар осы көмектің орнына кейіпкердің атынан жауап берейік. Яғни ол не айтатынын қазір біз осы сұрақтарға жауап беру ретінде біледі. Апа, Қадиша көйлегін апасына ұсынды. Апа, мына көйлегімді жуа салыңызшы. Қадиша, ертең жуармын көйлегімді. Біраздан кейін Қадиша апасының жанына келді. Апа, тамақ істемейсіз бе? Қарным ашып кетті, деді қызы. Апа, теледидар қойып беріңізші, кино көрейін деп едім, деді Қадиша біраздан кейін. Бәрін ертең дейсіз. Бүгін тамақ ішпеймін бе? Теледидар көрмеймін бе? Деді Қадиша жылап жүрді. Неге жылайсың, деді анасы. Себебі Қадишаның сұрақтарының барлығына анасы ертең деп жауап берген болатын, Енді анасы айтады. Бүгін істейтіннің бәрін өзің ертеңге қалдырдың. Сен сияқты мен де ертеңге қалдырып отырмын. Әйтпесе, істі ертеңге қалдырудың не қажеті бар? Деді анасы. Сол кезде Қадиша ойланып қалды. Балалар, Қадиша қандай қыз? Қадиша жалқау, еріншек қыз. Бірақ қолынан барлығы келсе де ол жұмыс істеуге ерініп отырды. 4-ші сұраққа. Осы оқиғадан кейін Қадишаның мінезіне өзгеріс болуы мүмкін бе? Қадишаның мінезі жақсы жаққа өзгеру мүмкін. Өйткені анасының айтқанын орындап, өзіне деген жұмыстағы мұқият болуға уәде берді және анасынан кешірім сұрады деп ойлайық. Мәтініндегі негізгі ойды анасының сөзінен тауып оқы. Анасы не деп айтып еді? Істі ертеңге қалдырудың не қажеті бар? Себебі берілген істі балалар, сендер де орындап отырыңдар. Қандай жұмыс болса да оны ертеңге қалдырмаңдар. Енді әңгімеге қандай мәтел құрастырады екенбіз? Еріншектің ертең бітпес. Себебі еріншек адам ертең істеймін, арғы күні істеймін деп осылай әрбір істі қалдыра береді. Мінекей балалар, сендер де жалқау болмаңдар. Жақсы іске қарай бейімделіңдер. Осы әңгімені өздерің сахналап көрсетіңдер. Бірің анасы, бірің Қадиша болыңдар. Сендер аналарыңа қалай көмектесесіңдер балалар? Осы сұраққа өздерің жауап беріңдер ауызша.